Батыс Қазақстан іскер әйелдер қауымдастығының бүгінгі іс-сапары Шыңғырлау ауданында өтіп жатыр. Бұл аудандық әкімдігінің шақыруымен көрмеге қатысып жатырмыз. Ауданның әр түкпір-түкпірінен келген ауылдың қыз-келіншектері өздерінің қол өнерлерін көрсетіп жатыр. Сүт өнімдері, ет өнімдері, жалпы шаруашылықта. Соның ішінде бір қуантатын жағдай, көпшілігі көп балалы аналар екен. Оған қоса, сол көп аналардың ішінде, қыз-келіншектердің ішінде әжептәуір әжелеріміз бар. Мына үйде қарап отырмай, немерелеріне үлгі болып, біреу 6 сиыр сауып отырмын дейді, біреу 2 сиыр сауып отырмын, біреу 4 сиыр сауып отырмын, біреу бие сауып отырмын деп, сол өнімдерімен балаларының жаңағы тек қана балаларына табыс әкелмей, сонымен қоса отбасының дұрыс қоректенуі, тамақтануы, сәбилерінің денсаулығының мықты болуына да қатты көңіл болып отырғанын мен байқадым. Бізде көп жағдайда соңғы уақытта айтылып жатыр ғой, ауыл әйелдері еңбектенуді қойды, сиыр сауымайды деген. Шыңғырлау ауданында бір қуантатын жағдай, мына ауылдық жерлерде дұрыс саясат жүріп жатыр екен. Әр әйел өзінің тек қана отбасының, өзінің ошағының қалыптастырушысы емес, ол сол елді қалыптастырушысы деп айтсақ та болады. Өйткені әр ана осы жердегі өзінің көршісіне үлгі, балаларына үлгі, қоғамға үлгі. Сондықтан бүгінгі кездесу өте сапалы болды. Жастармен кездестік арнайы бөлек. Біздің құрамда қаржы маманы бар. Жастар істерімен айналысатын көшбасшы қыздарымыз бар. Солармен жаңа 1 сағаттық мастер-класс ұйымдастырдық. Бұл қазіргі әлеуметтік желідегі қаржы көзін іздеп жүргендердің алданышына түсіп қалмасын. Мошенниктер дейміз ғой, қазір өте көп алдаушылар. Ауылдың адамдары соған ілініп кетіп жатады. Бір жеңіл жолмен көп ақша келеді деген қағида да бар, қалыптасып қалды. Міне сондайлардан қауіптен аман есен сақтау бағытында да біз бірталай әңгіме жүргіздік. Екінші мәселе ауылдың әйелдерін алаңдатып отырған отбасының жағдайы. Ер адам мен әйел адамдардың арасындағы қарым-қатынас. Яғни біз тек кәсіпкерлікті дамытумен қатар, сол әйел адамдардың әр отбасында өзінің бір жақсы, жайлы жағдайда болуы. Яғни отбасы құндылығы осыған байланысты әлі көптеген проблемалар бар екен, соған көзіміз жетті. Қыздар біздерден психологиялық көмек көрсетуді де сұрап жатыр. Не себептен? Өйткені іскер әйелдер қауымдастығының құрамында өте жоғары деңгейде ғалымдарымыз да бар, дәрігерлеріміз де бар, практик психологтарымыз да бар. Мен өзім болсам көп жылғы ұстазбын білім саласында. Сондықтан барлық бүгінгі қаралған тақырып бізге бейжат емес, бізге таныс, біздің өмірдегі практикамызда болған жағдайлар. Сондықтан мен ойлаймын, іскер әйелдер қауымдастығының осы бағытта ауыл әйелдеріне қолдау көрсетуі бірден-бір маңызды бағыттың бірі деп мен ойлаймын. Оған қоса енді аудандық әкімдікке, соның ішінде әкімге ризашылығымызды білдіреміз. Осыны ұйымдастырып, осы тақырып ең өзекті екеніне көздері жетіп отыр. Өйткені тағы да айтам, отбасы ол болашақ елдің, егеменді Қазақстанның дұрыс дамуына, қоғамдық, азаматтық қоғамның қалыптасуына, біздің жастарымыздың болашақ жарқын болуына бірден-бір кепіл. Сондықтан да енді бүгінгі кездесу өте сапалы болды. Біз бұнымен қоймаймыз, ары қарай бірлескен шаралар ұйымдастырамыз деп бірімізге уәде бердік. Қыздар өздерін толғандыратын сұрақтарын бізге жолдайды. Сол бағытта алдағы уақытқа біз жұмысымызды жоспарлаймыз.